Жақсы әйел мына 5 нәрсені істемейді. Ызыңдап күйеуінің құлақ етін жемейді. Күйеуіне жекіп, ұрсып, ызыңдай беретін әйелден еркек қашады. Ондай жағдайда тіпті кейбір еркектер шыдай алмай әйеліне қол көтеріп жатыр. Сол арада екеуінің ара қатынастары да суып кетеді. Шағым жасамайды. Күйеуіне сен сондайсың деп мін тағып, күңірене беретін әйел ер адамның көңілі қалып, саған не істесем де жағу мүмкін емес деп қолын бір-ақ сілтейді. Өсек айтпайды. Әйел затының өздері оңаша қалғанда болған жағдайларды бүге-шүгесіне дейін тәпіштеп отырып өсек айтқанды ұнататыны бар. Осы орайда есіңізде сақтайтын бір нәрсе: жарыңызды жамандап ешқашан абырой таппайсыз. Қайта жұртқа күлкі болуыңыз мүмкін. Сондықтан үйде болған жағдайды сыртқа ешқашан шығармаңыз. Еріңізге қолдау білдіріп, оны тыңдай біліңіз. Ер адам сізге сырын айтып қолдау күткенде, оның сөзін бөлмей соңына дейін тыңдау, қолдау өте маңызды. Үнемі онымен ақылдасып, бірге шешім қабылдаңыз. Осы орайда қазақтың келісіп пішкен тон келте болмас деген мақалының дәлдігіне қайран қаласыз. Күйеуін өзгелерден жоғары қою. Қазірде кейбір әйелдер карьера қуып, бизнес леди болып ісі алға басса, бірінші орынға отбасын емес, достарын қоятынды шығарған көрінеді. Бірақ әйел адам үшін ең алдымен отбасы мен балалары, олардың болашағы қашанда бірінші орында тұру керектігін ұмытпаған жөн. Осы орайда кез келген ер адамға жылы жүзді жайдары, мейірімді, ерінің айтқан екі етпейтін, оның ақылшысы мен сырласына айнала алатын әйел сүйкімді екенін естен шығармаңыз. Жаман қатын белгісі: өсек айтып жарысар, жазығы жоқ адамның мінін іздеп жабысар. Жақсы әйел белгісі: ерімен тату болғаны, өсектен аулақ, тек жүрсе әйелдің осы оңғаны. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Еркектің жаманы қатынын жамандар, елдің жаманы батырын жамандар. Жақсы әйел жаман еркекті түзетеді. Ер адамды қадірсіз ететін жағымсыз қасиеттер: уәдесінде тұрмау, берген сертін орындамау. Берген уәдесінен тайып сөзінде тұрмау ер адамның ең жағымсыз қасиеті. Мұндай жағдайда ерді сыйсыз әрі төмен етіп, құрметсіздікке тап қылады. Рухани жағынан бойын таза ұстамау. Адам болатын жігіт алдымен өз нәпсісін билейді. Көрсе қызарлықтан аулақ болады. Ойын, рухын таза ұстап, еліне еңбек етуді, айналасына пайдасын тигізуді ойлайды. Суық ақыл өзіне айтылған жауапкершілікті сезіну. Бабаларымыз үшін сөзінде тұру деген нәрсе ең алғашқы орында тұрған қасиет. Олар уәдесінде тұрмаған адамды қатты сынға алып, бұл жағдайды өлімге теңеген. Соңғы кездері бабалар жолынан алшақтап, өз мойнымен істеген ісіне өзі жауап беруден қашатын жігіттер көбеюде. Бұл қоғам үшінде, ата-ана үшінде қасіретті жағдай. Ерлеріміз батыр, әрі уәдесіне берік болсын. Досқа адал, өтірік пен өсектен алыс жүру. Дінімізде өтірік айту ауыр күнә. Ал егер бұл қасиет төбемізге көтеріп жүрген ерлеріміздің бойынан кездесіп жатса, тіптен ерсіз көрінетін жат қылық. Нан тапқыштық, еңбекқорлық, мақсат қоя білу. Дана халқымыз жаман болатын жігіт шегіншек келер, кедей болатын жігіт еріншек келер деген сөз айтып кеткен. Еңбекқор ойлы жігіт қашанда уақытын қадірлеп, оны пайдалы іске жұмсайды. Ал уақытын бағаламайтын жігіттің не мақсаты жоқ. Бір күні екінші күндей өтіп жастық шағын керексіз нәрсеге сарп етеді. Оның соңы өзі үшін орны толмас өкінішке алып келетінін білу керек. Аз сөзділік, мылжыңдықтан аулақ болыңыз. Ер азаматтың әрбір айтқан сөзі ісімен дәлелденген болуы керек. Көп сөйлеу адамды жексұрын етіп көрсететін жаман қасиет. Көп сөйлеп арық шығудың орнына аз сөйлеп семіз шығуды ойлаңыз. Көп сөйлейтін адамнан адамдар мезі болып, одан алшақтау жүруге тырысатынында біле жүріңіз. Осы жат қасиеттерден алыс жүретін азаматтар қашанда айналасына сыйлы, әрі сүйкімді көрінеді. Олар жеңіске жетсе азғырғанға көнбейді, өздерін бір қалыпты және лайықты ұстайды. Ал жеңіліс тапса, еңсесін түсірмей әрі қарай алға жылжи береді. Осы елдің болашағы ер жігіттердің қолында. Сондықтан сенім артқан жігіттеріміз жігерлі, арлы, айбынды және білімді болсын. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сұлтаны, кешегі өткен ақындар мен батырлардың ұрпағы. Олар жайлы білгін келсе ортасына кіріп көр. Солар жүрген жолдар менен
дәтің болса жүріп көр. Ерте туып еш заманның маңдайына сыймаған, қайран біздің қасиетті қара нардай жігіттер. Әйелді теппе, аяқпен сағысынар, баланы ұрма, таяқпен бағысынар. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кірет. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл берет. Ең жақсы әйелдің мынадай қасиеттері: Раббысы тыйым салған нәрседен аулақ жүретін әйел, күйеуіне бағынып оның айтқанымен жүретін әйел, көше кезбей үй жайын таза ұстайтын, бала шағасының тәрбиесімен айналысатын әйел, сыр сақтап құпия сақтайтын әйел, үйдегі сырды сыртқа шашпаған әйел. Ең жақсысы дауысы нәзік әйел, дауысы бүкіл ауылға жететін әйел жақсының белгісі емес. Өз отбасына қадірлі, өзін салмақты ұстайтын әйел, перзенттері мен жақындарына мейірімді әйел, оларға үнемі жақсы сөзін арнайтын әйел, үй жайын мұнтаздай таза ұстайтын әйел, күйеуінің азғантай ғана жақсылығына шүкіршілік ететін әйел. Өкінішке орай кейде жарының жақсылығын елемей, оған разы болмай жүретін жағдайлар көп. Осындайдан сақ болыңыз. Себебі бұл ер мен әйелдің арасын суытып, жамандыққа алып келуі мүмкін. Кішкентай ғана нәрсенің өзіне қуана білу адамды байлыққа жетелейді. Отбасы болған соң қиындықтар мен түсініспестіктер де орын алуы заңды. Сондай кезде әйел адам сабыр етіп, төркініне қарай жүгірмесе, уақыт өте бәрі жақсы болады. Құрметті тыңдарман, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, тіркеле кетіңіз.